Бүгінде Қазақстан сыртқы саясаты орнықты, бейбітшілікті берік ұстанған мемлекет. 2017 жылдан бастап Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болды. Алда санаулы уақыттан соң Астанада әлемдік деңгейдегі Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтеді. Мұндай іс-шараны еліміз ТМД және Орталық Азия елдерінің арасында бірінші болып өткізуде. Алматыда өтіп жатқан бүкіл әлемдік универсиада ойындарына 57 мемлекеттен 2000-нан астам спортшы мен делегация мүшелері қатысуда. Елбасы өз жолдауында елімізде орын алған маңызды оқиғаларға шолу жасап, мәңгілік елдің жаңа жоспарымен бөлісті. Бірінші басымдық – экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы. Осыған орай үкіметке цифрлық Қазақстан жеке бағдарламасын әзірлеуді және қабылдауды тапсырамын. Екінші кешенді міндет – жаңа индустриялар құрумен қатар дәстүрлі базалық салаларда дамытуға серпін беруіміз керек. Бұл өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен, көлік пен логистика, құрылыс секторы және басқа салалар. Үшінші, экономикалық өсімнің тұрақтылығы үшін елдің тау-кен металлургиясы мен мұнай-газ кешендері өзінің стратегиялық маңызын сақтауға тиіс. Төртінші, аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналуы керек. Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің болашағы зор. Made in Kazakhstan бренді сондай өнімдердің эталоны болуы тиіс. Бесінші, жаңа еуразиялық логистикалық инфрақұрылымды дамыту маңызды басымдылықтардың бірі. Оған қазірдің өзінде қомақты инвестиция жұмсалды. Енді одан экономикалық қайтарым ала бастау қажет. Алтыншы, урбанизация үдерісі құрылыс секторын дамыту қажеттігін алға тартып отыр. Ол отандық экономиканың толыққанды драйверіне айналуға тиіс. Ел үшін елеулі оқиғалар орын алар. Бас жоспар қарапайым халықтың игілігін көздейді. 1 шілдеден бастап зейнетақы көлемі 20% артып, жаңа туған нәрестеге берілер бір реттік жәрдемақы өседі. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылары үшін несиелік тұрғын үйлер салынады. Ұлт болмысының басты діңгегі қазақ тілінің басымдығы сақталады. Жыл соңына дейін республикалық маңызы бар 600 шақырым жол салынады. Сондай-ақ жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру қолға алынбақ. Бұдан былай Қазақстан азаматтары өз бизнесін жүргізу үшін ауылда да, қалада да 16 миллион теңгеге дейін шағын несиеге қол жеткізе алады. Дамудың даңғыл жолына түскен еліміздегі оң өзгерістер жайлы көзі қарақты әрбір қазақстандық өз пікірлерімен бөлісті. 1997 жылы елбасының өзінің арманы бірінші жолдауында атап өткен еді. 50 алтын қатардағы елдің қатарына біз кірсек деп. Ол да іске асты. Ал енді алдымыздағы біздің мақсатымыз ол дамыған осы елдің қатарына кіру. Бүгінгі жолдау туры сол арманға арналған. Негізінде адами капитал барлық мемлекеттің арғарай дамуына үлкен әсер ететін бір дүние. Бұл жолдау Қазақстанның бүкіл барлық саяси, әлеуметтік, экономикалық даму жаңа бір серпіліске бастайтын жолдау деп ойлаймын. Өйткені біздің осы тәуелсіздіктің 25 жылында осы экономика саласында болсын, саяси жүйеде, құқықтық жүйеде осынша жеткен жетістіктеріміздің барлығын бағалай отырып, ішкі потенциалымызды бағалай отырып, сол потенциалдың негізінде жаңа бір секіріс жасауға бастау болып отырған ерекше жолдау деп атауға болады. Сондай-ақ 2017 жылы мемлекеттік даму бағдарламаларын қажетті ресурстармен толықтай қамтамасыз етілді. Енді министрліктер мен ведомстволардың қаражатты игеруінің тиімділігі тексерілмек. Тиімсіз бағдарламалардың қаражаты үшінші жаңғырту міндеттерін іске асыруды қамтамасыз ететін бағдарламаларға қайта бөлінеді. Елбасы жолдауының соңын үкіметке тапсырма берумен аяқтады. Қазақстанның ұлттық технологиялық бастамасы деп аталатын елді үшінші жаңғырту жөніндегі 2025 жылға дейінгі дамудың стратегиялық жоспарын әзірлеуді тапсырды. Мемлекет құру жолында теңдесіз мол тәжірибе жинап, жаңа кезеңге қадам басқалы отырмыз. Елбасының сындарлы саясатының арқасында жаңа жолдаудағы жаңа өзгерістерді еңсеру бірлігі бекем еліміздің қолында. Жансұлу Дүйсенәлі, Дулат Шықпанбетов, 7-7 News.